Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын әрі өте дәмді салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыз. Ең алдымен салаттың омлетін жасап аламыз. Ол үшін 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне кішкене сүт құйып, дәміне қарай тұз бен бұрышымызды сеуіп, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға кішкене май жағып, үстіне жұмыртқаны құйып, екі жағынан жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін пісіріп салқындатып қойған етімізді 3 бұрышты форма бере отырып тураймыз. Тураған етті ыдысқа салып аламыз. Одан кейін салат жапырақтарында 3 бұрышты формада тураймыз. Одан кейін суып тұрған омлетімізді де 3 бұрышты етіп тураймыз. Ең соңынан қызанағымызды тураймыз. Қызанақтың көлемі үлкен болса 3 бұрышты формада, ал кішкентай болса осылай дөңгелек етіп тураймыз. Ең соңында консервіленген жүгеріні салып, және дәміне қарай тұзын сеуіп, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, дастарханымызға қоя беруге болады. Өте жеңіл әрі өте дәмді салатымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Каналыма жазылмаған болсаңыз жазыла кетіп, комментарий қалдырып лайк баса кетіңіз. Баршаңызға ас болсын.